Баршаңызға сәлем, мен Әсем Құралбекқызымын. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін менде қонақта керемет жаңғой құттай бере саған менің туған сіңілім. Бизнесте де шығармашылықта да біргеміз. Осы менің бүкіл видеоларым Каспмедиа YouTube арнасы болсын, тағы басқа YouTube арналарын бәрінде камера арқасында сіңілім тұрады, және де сол монтаждайды. Екеуміз бірге саяхаттаймыз, екеуміз бірге жағында бизнесте серіктеспіз, әріптеспіз. Сондықтан да екеумізге ортақ дүниелер, тақырыптар өте көп. Бүгін бір ерекше сұхбат болсын, және де Египеттеміз, есте қалатындай жағдай сәт болғанын қалап тұрмын. Қалайсың? Жақсы, негізінен вообще камераның артында жүретін ғой. Сіздерге қарап, вообще непривычно болып отыр. Как будто біреу өш қалып жоқ, камерам бір звук дұрыс па, бәрі дұрыс па деген. Мотор деп па? Мотор, я, начали. Әсел, сені Египет таңғалдыра алды ма? Конечно, мен вообще документальный фильм көріп алғанмын ғой, BBC-дің. Андай Каирда, андай торговля органдар сатады деп ше. И андай өңкей андай қап-қара адамдар, лас қалалар деп ше. Мен келемді, әше шарбол шеққа, еба, жерде пальмалар, теңіз, обслуживание. Мына жақта мен таңғалдырғанда, официант болсын, осы жақта істейтін қызметкерлер болсын, бірдеңе бар ма деп сұрайсың ғой. Жердің астына түсіп кетеді да, іздеп. Хотя бы просто бар ма дегенге сонша жағдайымды жасап, комфорт күшті екен бұл жақта. Сонысымен таңғалдырды. И, конечно, өте ыстық. Ну, бәрібірде теңіз болғанда желі бар, салқын. Мен салқын пока сезбеймін. Салқын жеңдірлеп жатыр. Әсел көбісі бізге қызығады да, енді бірге жүргеннен кейін өзіңде байқайсың ғой, жиі мақтайды ол апалы сіңілілер. Енді үнемі бірге жүреміз, біз бір жұмысты бірігіп істейміз да, но бірақ ешкім білмейді біздің қырылып қалатынымызды ше. Сол жағын айтып өтсей. Мен ұрысқан кезде сен қандай сезімде боласың? Сезімде, конечно, ұрысса біреу андай бақытты отырмайды ғой. Мен ұрысып жатыр деп. Конечно, бәрінде болатын шығар, ол ағасымен інісінде болсын, әпшесімен сіңілісінде болсын. Әпшесі бәрібірде бірінші туғаннан кейін ответственность қойып қой, и көбінесе негізі ұмытшақпын, вообще ұмытшақпын. Жаңа да карта памяти ұмытып кеткен ғой, съемкада ана жаққа жарты сағатта барып келдім жаяу. Сол ұмытшақтығымның кесірінен көп ұрыс естимін негізі. Сізден еще андай ұрысқаныңызда қатты ұрсасыз ғой, сіз ше. Бүкіл сүйегіңе өтіп кетеді ғой. Сосын жүресің 2 күн депрессияда. Әсел, мен айтамын да, осы бір үйде 5 қыз бар, 7 қыз бар. Олар білмей екеуміз ұрысып қырыламыз. Но бірақ қанша ұрысқанымызбен андай әпшем бауырмашыл да, қанша да андай осындай Египетке алып келеді, жаңа курстарға келеді. Негізі бір жағынан благодарнымын. Сол именно осындай Әсем деген адамның сіңілісі болғанға бір жағынан. Екінші жағынан мәні козерог ше, қарыстық бәледі. Мінезіне шыдау деген екім бірінің қолынан келмейді, так что менде де шыдам, сабыр деген жиде деген бар ғой. Әсел, не ғой, мендегі саған ұнайтын 3 қасиет? Қиын сұрақ. Жаңа айтқандай, өте мейірімдісіз ғой. Сондай ағынан жарыласта бір не қылғанда көп нәрсе бересіз, чем алған қарағанда. Сол негізі ұнайды, өте мейірімді, добрый дейді ғой. Екіншіден, нестандартное мышление. Анда адамдар бірдеңе істеп жатса, бұны наоборотын істейді ғой. Элементарный нәрселерді істемейді да, а вот бір адамның миына кіріп кеткен нәрселерді істеп айтып жүреді. Несіне таң қаламын да, сол несі кішкене ұнайды маған, ерекше былайша айтқанда. И үшіншісі, оны ойлану керек ба? Кейін сұхбатсың айтады. Күлкісі айтмаған. Күлкісі бір қызық. Әсел, мендегі ұнамайтын 3 қасиет. Білейін деп айтатын. Тупить етеді. Жестко тупить етеді. Жестко. Жақсы, қандай кезде тупить ететінді айтса? Андай, бұлай нәрселерді ше, мен десе. Турциядан ондай жағдай болды да. Әсел дейді да, ваннадан шығып. Мен не болды десем, фен жұмыс істемейді. Бұзықтаған дейді да. ойбай не болды екен деп қарасам анау розеткасын тоқтатып қойған ғой. Звонать
ойламайтын нәрсе кең қылып жібереді су ағыза алмадым ғой мен, білесің ба? Душтың суын ағыза алмадым, қайғына просто бұрау керек болды да оны да. Сондай нәрселерге тупить жатқан кезінде дейсің да ше деп атылып кетесің. Телевизор қоса алмаймын ғой, сен соны айтсай. Сондай нәрселер кішкене напрягать етеді енді. В принципе сол. Тағы ұнамайтын қасиет өте қырсық. Айтты ма? До конца тұрады ғой ше. Ол дұрыс болсын, хоть дұрыс емес болсын, өзің кім прав қылып шығарады. Сіз мақұл деп үндемей қоя саласың. Үндемей жеңесің ғой былай. Лайфхак сіздерге. Егер де газировкалармен ұрысатын болсаңыздар, оларды вообще не победить. Солай. Лучше үндемей тұрғанда. Үшінші ұнамайтын қасиет. Бірден оталып кетеді. Мысалы қазір күліп отыр ғой, имен қазір камера съемка біткен екен, ұрыс жіберуі мүмкін да? Немесе ұрыс жібере салуы мүмкін. Қой сен ешкім ғой. Біраз қолының нәрсені лақтыруы мүмкін. Енді сол агрессияға арбузер болып тұрса. Вот солай. Ну, в принципе, өте жақсы адам. Негізі, я. Ну, я довольна. Бар мен базар деп. Так, енді сендегі үш маған қатты ұнайтын қасиет сабырлы, ұстамды, сол маған ше қатты ұнайды. Сосын бір іске кіріссе, в общем, душасын береді. Но бірақ бір іске кірісуі оңай емес. Точно. Сосын қандай, одан кейін қатты мен сияқты андай шыж-быж емес, сонысы қатты ұнайды. Біз андай ғой, мына кісі анау күйгелек, андай тез неге түсіп кететін, мә деп паника болып жүреді да. А мен оған вообще наоборот адаммын ғой. Сол жағы. Бір сосын айтады бізге, сендер точно бір ата-анадан туғансыңдар ма дейді. Түрлерің болса да, екеумізге ең жиі қойылатын сұрақ, араларың қанша жас? Иә. Арамыз 10 жас сенесіздер ма? Әсіресе жігіттер сенбейді ғой. Менен бір жігіт сұрады да ше, әпшең ба дейді да, мә ұқсамайсыңдар ғой дейді. Жастарың қанша десе, арамыз 10 жас десе, одан сайын шок болды анау. Қойшы деп, мә әпшең жас көрінеді екен айтты да. Мен сонда кәрі көрінемін, әпшең жас көрінеді болып тұр ғой дейді да. Араларың 2-3 жас секілді. Сосын айттым ғой, полный бәрін айттым ғой. Сосын өте мұқият, документке өте мұқият, үнемі қате табады. Сол қасиетің маған ұнайды, асықпай көріп, міндетті бір қате табуы. В общем, бір нәрсені істесе идеально істейді ғой. Бірақ сол нәрсеге отырып, бір жаңа істі қолға алу кішкене қиындау. Иә, мен андай әзел деп қақсайсың. Давай деп. Сондықтан Египетке алып кеттім, чтобы мотивация көп болсын. Оның жаңа монтаж тұр алдында. Мына жерде қанша монтаж түсіп тастадық съемка. Оның бәрін монтаждау деген біраз уақыт алады. Сол үшін соңғы күндерімізді осылай демалып жатырмыз. Рахмет. Сосын жаңағыда ең ұнамайтын үш қасиетің, сол қақсатасың, білмеймін, қатты қақсатасың, бір айтқаннан істемейсің. Менде андай ғой. И дайындалмайсың. Пассивная агрессия ғой менде ше. Андай. Маған қанша сөйлесе бүйтіп түріне қарап тұра бересің ғой. Сонда жынын шығарған жақсы көремін да ше. Ол құпияңды бір қойдың деп па? Иә, андай. Қарап тұрсаң жынданады да өздері сондай. Әсел, саған отбасылық бизнеспен айналысқан ұнай ма? Тек қана екеуміз ғана емес, біз отбасында анамыз бар, жаңағындай бауырымыз бар, төртеуміз. Ұнайды ма дегенде придется ғой. В принципе, ұнайды. Бізде андай не бар да. Каждый жұмыстан келгеннен кейін кешкі ас болады ғой. Бірге бір столдың алдында обсуждать етіп, мә бүгін андай болды, қарашы, андай деп айтып, мә бүгін мынау келді жұмысқа деп айтқанда бір күшті обсуждение болады. Сол нәрсесі ұнайды маған. бір нәрсе талқылап болады ғой. Сол сізбен. В общем, інімен сіңілім маған қалып қой деп па? А вот шығармашылықта бірге болған ұнай ма? Екеуміз ғана шығармашылықта біргеміз ғой. Конечно, ұнайды маған. Негізі мен шығармашылыққа алып келгенді әпшем ғой. Мен де басында мә істеу керек еді, ашу керек, ютуб ашу керек, каналым ғой деп та. Жүре беретін да. Әпшем андай мінез ғой. Ашам ба? Ашып тастайды да. И камера алу керек па, сразу алып тастайды деген сияқты. Соның арқасында мен андай былайша айтқанда әпшемнің артынан жүрмін ғой ше. Не істесе соны істейді. Иә, видео түсіру керек па? Түсіру керек қой. Сондай ғой менің кеше де біз неге бардық? Осы Египетте Каирға бардық, пирамидаларға.
мен деген ана аттың үстінде камералар өйтіп ұстап алғанмын да. Сол жерде бір кісімен сұхбат болды. Мен деген ана жерде үлгере ма, еще ана жақта мадам, тайм деп қойды. Ялла десе. Иә. Андай ыңғайсыз жерлерге андай қанша болса андай съемканың бәрін істеп қалуға тырысса, максимально выжить лимон болып шықты. Сөздер бар ғой. Терлеу деп быт-шыт деп айтып съемканы түсіріп, сондай андай сол жерлері бар да. Кешеде яхтыда 4-5 адаммен сұхбаттастық қой. Иә, мен деген камераның заряды өшпеген кезде жағдайым қалай. Маған ұнайды, короче, мен шығармашылықтан ләззат аламын да. Елде демалып, тыныштық, сондай. Мен андай қалаймын да ше, демалысқа келген кезде демалып, андай пляжда немесе бассейнде андай жан тыныштығы дейді ғой. Соны қалаймын, но бірақ съемка. Өзіме уақыт жетпей қалды да шығармашылығыма. Мен блогым бар еді ғой. Кстати, менде YouTube канал бар. Реклама жіберейін да. 2А7 деген мына жерге қойып қоямын. Деді осы жерлерге. Бір жерлеріне ма? Иә, обязательно кіреміз. Менде тоже өте қызық. Дұрыс. Дайвинг қалай болды? Өзіме уақыт жоқ деп теңізге 5 рет шомылдың ғой. Кеше. Иә, кеше дайвинг жасадым. Өте күшті. Египетке келсеңіздер немесе басқа жерлерде дайвингке не болса, міндетті түрде кіріңіздер, өйткені өте күшті анау коралдар, балықтардың арасында жүресің ғой. Бірінші 5 метрге түсіреді, ана ауыр кислородный баллонның магнитін кигізіп алады. Өзі құлағың жестко бітеледі да ше, қысады қатты. Сосын мұрныңды жауып бір ауа жібереміз. Сол кезде құлағың ашылып, кішкене басын жасай бастайды. Главное, сол жерде паникаға бермеу керек. Кейін астынан түсесің, бір 10-15 метрге түстік қой, жерге түстік, теңіздің ішінде. Ана жерде айта алмадым мүмкін. Қайттан қайталайтын едім. Мен сіздің экшн жақсы көрді да, сондай экстрим, сондай жақсы көрді да. Осы егер әсел болмағанда мен мүлде парашютке отырмас едім мысалға да. И сондай ше, сол қасиеті маған ұнайды. Мен қорқақтамын ғой. Менде фобия бар теңізге, мысалы биіктікке. Әсел сол жағына жақында. И сосын қойшы деп әселге компания болайын деп. Мен оны түсінбеймін да. Мен бизнеске келгенде, адамдармен сөйлесуге келгенде кішкене шорқақтаумын да. Қорқып тұрамын бір жағынан. Ал андай парашютта секіресің ғой, без проблем, секіре беремін. Мен жүзе алмай ма білмеймін. Жаңа кеше корабльден секіріп кеттім, ешқандай жилетсіз. Мысалы, қызыл теңіз болса да соленый ғой, ол сені батырмайды біріншіден. И әр нәрседен кайф алдым. Парапланнан секірдім, тағы не істемедім, кездім. Сондай қорқынышты нәрсе. Экстрим. Сафариде сен айдадың. Сафариде, иә. Бәрін. Мен артында отырғансың ғой. Әзір жай деп. Андай компонентпіз да, ол ең болса мен ян деген сияқты. Бір-бірімізді. Вот, в общем. Әсел, сен енді бизнеске қалай келгеніңді білеміз ғой, енді әкемізден айырып, в общем, это шок болды, потеря болды, но бірақ күшті қазір көңіл күйде ол жағын айтқым келмейді. Ал вот камераны саған берген кезде вот алғашқы видео не түсірді? Мен вообще андай біз осы неге дейін бізде қанша оператор ауыстырды, мен қасында просто көмекші ретінде ананы тасып, штативті көтеріп, свет жақтыратын адам болдым да. Былай өзім ешқашан түсіріп көрмегенмін, профессиональный камерамен. И маған операторлар бір күні түркиялық Мекс деген жігіт болды. Ол өзінің несіне кетті да. Еліне. Сол кезде камера бос, түсіру керек, а вот просто бере салды маған. Ничего не знаю, короче. Түсір деді. И вот бірдеңелерді шұқылап, бірдеңелерді істеп, әйтеуір түсіріп алыр ғой, монтажды да білмейміз. И жақында монтажға солай нотты алдық, нот болды. И тоже бірдеңелерді шұқылап, бірдеңе өшіріп алайын деп. Менде выбор болған жоқ, в принципе. Менде спонтанно кетіп жатыр ғой, барлық нәрсе. Түсіру керек қой, түсіру керек. Камера алды ма, алды. Андай, бұл кісі бүкіл нәрсені спонсировать етіп береді да, ше. Камераны алып береді, нотты алып береді. Сосын ары қарай сен үйреніп алға, короче. Давай, жаса дейсің ғой. Давай, делай ғой, короче. Вот ең бірінші осы камераны ұстаңыз деп, помнишь, ана стабилизаторды ше, біз істемей қалып жүрсек, сөйтіп заряды отыр қап той, и біз қанша видеоны сені қолмен дір-дір деп түсіргенсің ана. Стабилизатор білмегенбіз ол сол кезде ше, масқара, көп нәрсені білген жоқпыз да. Әсел, сен монтажда айтсайшы.
оны есеп не істеймін өшіп кетті ма деген сайын мен потеря болып әсел мен сонша видеом деп ше. негізі бәрі ойлайды да ойбай түсіре салды монтаж жасалды и сала салды дейді да. Негізі оның астында қазір көп жұмыс жатыр ғой. Өйткені білемін да. Екеуміздің нервіміз жатыр ғой. Иә, нерв, қанша нерв. Бір мысалы бір поэзия оқиды ғой. Соны біз қанша бір күн монтаждаймыз. Оған еще монтажға отыруымыз бар. Ол бөлек әңгіме. Андай настроениемен отырсаң күшті болып шығады да. Біз ұрысып жесек, быт шығады. Сондай настроениеға и позитивті неге байланысты. Вот Әселді ұрсам ғой. Сондықтан да Әсем ханымның подписчиктері, менің подписчиктерім астында міндетті түрде лайк басып, коммент жазып кетемін. Тағы да қызықты сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Осы айтайын, Әселдің бір несі бар да, ұрсаң болды да. Вот именно ұрсасың ғой, монтаж кезінде, не кезінде, съемка кезінде бірдеңе дұрыс болмай қалады, сосын ютубқа саласың ғой видеоны, технический бір қателер кетеді, адам дауысы шықпай қалады. Вот монтаж кезінде бәрі күшті болады, ютубқа салған кезде ше, түрің бірдеңе болып қалады. Әсел, в общем, жақсы көңіл күймен, в общем, отырасың ғой. Осы не күшті болып шығады деп ойлаймын, осы подкаст. Шын эмоциялар кетіп жатыр ғой, ешқандай жасырусыз қалай барсың ғой. Мен көзімен су ағып отыр, өйткені мен күнге аллергиям бар, так что жылап отыр деп қалмаңыздар. Эмоциональный болып. Сол енді алда енді Құдай қаласа бірге саяхаттаймыз деген ойдамыз. Әлі көп видео бізді күтіп тұр. Менің осы Әсем Құралбек YouTube каналыма тіркеңіздер, және де Кәсіпмедиа деген YouTube арнам бар. Алғашқы ашқан кәсіпкерлерге байланысты, ол жақта да аларларыңыз өте мол. Сосын мен сіңілімнің несінде блогына тіркеліп өтіңіздер. Өйткені сіңілімнің жанры, түсіруі, сөйлеуі ол мүлде басқа, менікі басқа. Менікі более легкий форматта, жеңіл қабылдайды. Сол енді бүгін үйге қайтамыз, но бірақ шынымды айтсам Египетті қимай отырмын. Көбісі Египет жайлы негативті, сондай керағар пікірде болды да. Әселге де бірнеше рет айттым, Әсел Египетке барайық дегенде, ой, ол жақта күмістік, ол андай кедей мемлекет деген сияқты сондай ойлар болғандықтан мен енді Әселдің пікірімен санасам ғой, жағы өзім кетіп қалмаймын. Сондықтан да біз Түркияға көп бардық, Истанбулға 5-6 рет барып тастадық. И сосын яққа келгесін, деп қайтқымыз келмей қалды. Неге Түркияға бара берді, неге Египетке бармады деп, өйткені ол жақта теңіз де бар. Өте андай контрастный, колоритный мемлекет қой. Шөлма. Теңіз ба ма, пальма ма, комфорт ма, одан басқа не керек та ше? Бір былайша айтқанда пирамида ма деген сияқты. Сосын бұл жақта қызметкерлер деген өте сұмдық, енді айтсаң болды. Обслуживание на высшем уровне ғой. Бұйрық ретінде қабылдап, сосын үнемі күліп жүреді маған. Официанттар мәз жүреді ғой. Но былайша сұрағанымызда айлықтар өте аз да, бірақ өте бақытты, мәз болып жүреді. Біз Қазақстанмен салыстырамын да мен официанттарды. Оларға как будто должное сияқты да, ал жақта прям бақытты болып, бүкіл жағдайын жасаған кезде, вау, прям ләззат аласың отырып. Әсел, пирамида әлемнің 7 кереметі дейді, сен сол пікірге келісесің ба? Конечно, ол айтады ғой, егер де білімді іздесең, бірінші пирамидалардан іздеп жүрді ғой. Оқымаған ғой. Сол, и бір жерін оқығанда, пирамиданы салған кезде, оны тастап қаншама тонна ғой. Соның бәрін іздеп, білмеймін, ананың структурасына ерекше ғой. Реально керемет десе, керемет деп айтатындар бар. Прям пустыня, сол жерден қанша адамдар соны салу деген басына кіріп шықпайды адамдар. Сондай заманда, қазір бірдемен кранмен көтере алмайсың онда тастарды. Соны сағанға базар. 25 жыл кетті дедің ба бір пирамидаға? Олар оказывается фараондар тірі кезінде салдыртады екен. Пирамидалар. И мен, короче, пирамидаға бардым ғой, и сосын бізге $10 пирамидаға жетуге дейін айтты ғой. И баста ешкім келіскен жоқ, и сосын барып келістік қой, и действительно сол берген ақшаң ұстойды. Енді керемет әсер аласың, өркениеттен тыс жерде деп сондай сезімде боласың. Тура ертегі анау Шахерезада дейміз, 1001 түн дейміз, мысалы Аладдин дейміз. Тура сондай сезімде боласың, сен өткен ғасырға өтесің да, аттар, түйелер, күймеде, сет жоқ, басқа нәрсе жоқ, шөл дала, құм,
пирамида ана киімдері жағы ше сол жақтағы адамдардың вообще мүлде басқа эмоция, мүлде андай басқа вандалар деп жүреді. Вандалер деп. мүлде басқа ғасырға түскендей боласың. Сондықтан да Адамдар бәрібір де андай ел жер көрген, бәрібір де басқаша да. Басқа сезім аласың, басқа өзіңе бір какой-то бір инсайт аласың. Енді білмеймін. Сол, короче, маған өте қатты ұнады сізге. маған да ұнады. Архитектурасы, мынау үйлердің ше бір-біріне соншалықты қатты ұқсайды. Қала мысалы, Шарм-эль-Шейх. Иә, қала бізде мысалы қалай болса солай сала береді. Жер үйлер болсын, домдар болсын, жоқ бұл жақта ондай емес, мүлде басқаша. Сондықтан да біз таңдаймыз ғой саяхатқа шығатын кезде қандай мемлекетке барамыз деп барған адамдарды сұраймыз, интернетті ақтарамыз. Дегенмен кез келген мемлекетке барған кезде әрине ақпарат жинаған дұрыс, бірақ жаңағыдай кірпияздық танытқан дұрыс емес, өйткені ол қандай ел болмасын саған берері көп. Иә, келісемін. Да? Иә. Так что енді иә сіздерге лайфхак, егер де прям шаршап жүрсеңіздер, прям соңғы ақшаларыңыз болса да бәрібір саяхатқа барғандарыңыз дұрыс, өйткені саяхаттан бірдеңе болмаса да бірдеңе алып кетесің да ше, эмоция болсын, өзіңе басқа жаңа пікір деген сияқты да. Сол үшін де сол жизнь только началась болатын саяхатқа шығып кішкене 20-дан асқаннан кейін уже философия кетіп жатыр ма? Иә, өмір бар екен ғой деп мына жерден ше. Біз ойлағанбыз ғой, өмір деген тек Алматы, тек сондай деп ше. Астана, Астана, иә, Аргентина, Көкшетауға бар деп. Потом Туркия. Оказывается, шетел деген вообще басқа уровень да. Сол үшін хотя бы өмірлеріңізде бір рет болса шетелге шыққан жөн. Негізі жылына 4 рет шығу керек екен. Давай соған тырысып көрейік. Одан келесі жолы басқа мемлекетте сұхбат болады деп. Иә. Ол басқа темалар болады. Отношения, подношения болады. Давай. Оған дейін сізде тауып қалар деген. Давай. Сөйтейік. Жарайды, онда, в общем, қазір таңғы 6 ма, сондай уақыт. Бізде енді Египет жаңағыдай 4 сағат артта жет, күн шығып, күшті теңіз, пальма, мына жақта енді мына фон енді тіпті керемет. Өте керемет әсер алдым, көңіл күйде болдым, нервім кішкене болса да басылды, ушуда, проблемадан бәрінен алыста болдық. Дегенмен сол фокусымызды демалысқа қоюға тырыстық. В общем, келесі кездескенше сау болыңыздар.